Бізде екінші нұсқа бойынша бірінші есеп берілген, функция берілген. Осы функция үшін параболаның төбесін табыңыз дейді. Параболаның төбесінің жалпы формуласы бар, иә, бізде жалпы формула міне мынандай. Енді осы формуладағы m мен n-нің мәні параболаның төбелері деген сөз. m-нің орнында -4 тұр. Формулада минус, бірақ -4 қойған кезде міне +4 шығып тұр. Сонда m-іміз -4-ге, n-іміз 7-ге тең. Төбелері -4 пен 7 деген сөз. Параболаның симметрия өсін табыңыз дейді. Яғни біз x сөзімен, x деген сөзіміз бізде m дегеніміз -4-ге тең. Сонда бізде симметрия деген сөзіміз, симметрия өсі -4-ге тең деген сөз. Бізде с OX өзімен қиылысу нүктесін анықтауымыз керек. Ол кезде біз 0-ге теңестіреміз. Сонда -x қосылған 4 қосылған 7 тең 0-ге болады. -x квадрат қосылған 8x қосылған 16 қосылған 7 тең 0. Таңбағамен береміз. -x квадрат -8x -16 қосылған 7 тең 0 болады. -x квадрат азайтылған 8x -9 шығады. -9 тең 0. Сонда d тең -8-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген -1 көбейтілген -9. 64 азайтылған 36. Ол деген сөзіміз 28-ді береді. 28 бізде нақты сан шықпайды. Сонда 2 түбір асты 7-нің квадраты болады. x 1 мен 2. Формула бойынша минус бар. Ал мына жерде де минус, сонда плюстан başladım. Плюс минус түбір астында 2 түбір астында 7 болады. Мына жерде -2. Енді мен -2-ні жақшаны сыртына шығарам. -2-мен қысқарып кету үшін. Сонда мына жерде бізде қалады -4 плюс минус түбір астында 7. Мына екеуі қысқарды. Сонда бізде x1 тең -4 плюс қосылған түбір астында 7. x2-міз -4 минус түбір астында 7 болады. Жауабы -4 қосылған түбір астында 7 де 0 және -4 минус түбір астында 7 де 0 болады. Келесі. Бізде y көсімен қиылысу нүктесін табыңыз дейді. Д-сы. Бұл жерде енді x-тің y көсімен тапқан кезде біз x-ті 0-ге теңестіреміз. Тең 0 деп жазамыз. Сонда бізде x тең 0 болады. Мәніне бірден қоя саламыз. Мәніне қойған кезде формула бойынша минус f at 0 тең минус 0 қосылған 4-тің квадраты қосылған 7 тең минус 16 қосылған 7 тең минус 9 шығады. Сонда жауабы 0 де минус 9. Келесі графигін сызыңыз дейді. Графигін сызған кезде жаңағы төбелері арқылы шамамен сыза саламыз. Міне, 0 болғанда -9 деген. Ең басында төбесін анықтаған кезде -4-те 7 болды. Сонда мына жақтан қарай
минус 4. Ал 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне 7 деген сөз. Минус 4 7. Параболаның төбесі осылай. Бізде минус таңба ғой, сонда төмен қарап түсамыз. 0 минус 9. Ол деген сөзіміз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шамамен минус 9 деп жазам. Нақты емес, эскиз деген ғой бізде. Сол үшін шамамен сызып айтырмын. Ал келесі мына жерге қараңыздар. Бұл деген сөзіміз енді нақты емес, жақындайды, бірақ 0 болған кезде міне шамамен алып қарасақ 7-ден түбірдің астынан бір 2,1 нәрсе шығады ғой енді. Ол кезде мына жерде 1-ден асықсам болады, кейін мына жерде болады. Сонда примерно парабола тармағы былай қарай кетеді. Міне осылай қарай бағытталған болады. Екінші есепте функция берілген, осы функцияның мәндерін минус 3 пен 5 табуымыз керек. Енді функцияның графигінде басында n-нің мәнін табуымыз керек. Y-іміз 16 болған кезде біріншісі, міне мына функцияда x-дің орнына минус 3 пен 5 қойып есептейміз. Минус 3-ті қойып есептеген кезде бізде 7 шықты, ал 5-ті қойып есептеген кезде де 7 шықты. Сонда екеуіде де минус 3 болғанда да 7, 5 болғанда да 7 деген сөз. Ал келесі n болғанда 16-ны табуымыз керек. Формула бойынша y тең 16 деп шығарамыз. Сонда есептеген кезде дискриминант шықты. Дискриминант бойынша n-іміз бізде алдымен минус 4 шықты. Сонда жауабы бізде 6 болғанда 16 және минус 4 болғанда 16 шығады екен. Бізде 2 мән бар. Келесі үшінші есеп бойынша. Үшінші есепте жүргізуші айтады. Жүргізуші парабола тәріздес туннель арқылы жүк машинасымен өту қажет. Жүк машинасының биіктігі 6 метр дейді. Ал ені 4 метр. Өлшем бірлігі метр. Туннельдің формасын беретін квадраттық функцияны анықтаңдар дейді. Жүк машинасы осы туннелден өте ала ма? Жауабын негіздеңіз дейді. Енді өте ма, өтпей ма, соны анықтауымыз керек деген сөз. Бізде бірінші формула, жалпы формуланы бірінші жазып алайық. Үшінші есепте. Ол формуламыз y тең a жақшаның ішінде x минус m-нің квадраты кейін қосылған n. Бізде мына жердегі сурет бойынша төбелері 0 мен 8-ге тең. Бұл өтуі мүмкін деген сөз. A тең төбесі 0 мен 8-ге. Енді мына теңдеу екеуін біріктіреміз. Сонда бізде y тең минус a x минус 0-дің квадраты қосылған 8 болады. Мен неге аның алдына минус деп жаздым? Өйткені бізде параболамыздың суреті төмен қарап бағытталып тұр. Сонда бізде y тең минус ax квадрат қосылған 8 деген формула шығып тұр. Енді мына жердегі формула бойынша минус 4 болғанда 0 және 4 болғанда 0 деген мән бар. Осы екі мәнді x-тің орнына қойып есептеп көреміз. 0 тең минус a көбейтілген 4-дің квадраты қосылған 8. Міне, оң таңбалысын қойдым. Сонда оңай шығады. 0 тең минус a-да көбейтілген 16 қосылған 8. Сонда минус 16a қосылған 8 тең 0 деген сөз. Минус 16a тең минус 8-ге. a тең минус 8 бөлінген минус 16. Ол деген сөзіміз 2-ден 1-ге тең деген сөз. 2-ден 1-ге енді бізде жалпы формуланы жазып қояйық. Сонда y тең міне мынау бойынша минус 2-ден 1 көбейтілген x квадрат
қосылған 8 шықты. Міне, осы формуласы шықты. Енді өте ма, өтпей ма, соны анықтауымыз керек. Яғни бұсын. Міне, мынаны А дейін, келесі Б. Осы бойынша. Сонда енді мынаның орнына барып, қараңыздар. Бізде ені 4 метр деген кезінде, мына X-тан минус 2 орын, бұлай 2 орын жылжытсақ, бізде 4 метр шығады. Сонда бізде осы жердегі 2-ні орнына апарып қойып есептеп көремін. Егер біздегі мына жердегі Y-тің 8-ден кіші сан шықса, онда өтеді деген сөз. Сонда Y минус 2-ден 1 көбейтілген 2-нің квадраты. Мен оң таңбалысын қойып көріп жатырмын. Қосылған 8 тең. Сонда минус 2-ден 1 көбейтілген 4 қосылған 8. Мына 2 көбейтіледі, 2 бөлінеді. Сонда минус 2 қосылған 8 тең 6. Яғни қараңыздар, мынаның төбесінен 8-ден кіші сан шықты ма, онда өте алады деген сөз. Жауабы өте алады.